Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум, ағайын амансыздар ма? Достар, қанша күннен бері жыр болып жатырмыз ғой, НДС 20%-ға өседі екен деп, иә? Біреулер айтады кәдімгідей, НДСті 20%-ға көтеруге болмайды, халықтың жағдайы керемет емес, ол халықтың қалтасынан қатты ұрады дейді, мысалға, иә? Иә, негізі, иә. Кейбіреулер айтады, ойбай, НДСті 20%-ға көтерген дұрыс, себебі дамыған мемлекеттердің барлығында 20% дейді. Алысқа бармай-ақ, мынау Ресей мен Беларусьті алыңдар, ол жақта да бұрыннан атам заманнан 20% болған дейді да. Жалпы мен ойлап тұрмын да, бұл жерде ағайын, негізі сөздің ашығын айтқанда, бұл жерде НДС 20% деген ол жаңағы үлкен компаниялар жаңағыдай жағдайын жасап тастағандар бар ғой, кәдімгі шетелден бізге iPhone кіргізетін, жаңағы LG-ді кіргізетін неше түрлі мықты бизнесмендердің қалтасынан ұрады да. Осы жерде менде бір сұрақ. Егер НДС 20%-ға көтерілетін болса, жаңағы импортный товарлар, мысалға, солардың бағасы көтеріледі ме? Және олардың нақты қанша пайыз НДС пен налог төленіп жатқаны өкіметке, иә? Сол конкретно көрсетіледі ме жылдың соңында? Себебі халық ашығын білу керек қой, оның кім қанша төлеп жатқан ондай компаниялардың, иә? Және ең соңғы сұрағым, бұларды кім және қалай қадағалайды? Себебі бұндай дүние жасайтын болса, бұларды қатты қадағалау керек болады. Сұраққа жауап күтемін.